Сәлем достар, сіздермен Айыру. Бүгін мен папам үйреткендей секретный рецептпен пельмени жасайтын боламын. Ол үшін ең алдымен бізге ұн, тұз және қайнақ су керек. Прям жаңа ғана қайнап қойған қайнақ су керек болады. Осылай ұнымызды дайындап аламыз. Үстінен тұзымызды қосамыз. Сосын қолымызға арнайы вилка ұстап аламыз, шанышқы. Ыстық су құйған кезде қолымыз күйіп қалмайтындай. Сосын кейін барып осылай вилкамен әдемілеп бәрін араластырып отырып тестамызды жасаймыз. Бірінші кішкене ғана осылай қайнақ су қосып алдым, вилкамен араластырдым. Артынан қалған бүкіл судың бәрін қосып тастадым да тез вилкамен араластырып жібердім. Тесто сол кезде біркелкі, жұмсақ, жақсы болып шығады. Айтпақпын ғой, о 3 кесе ұнға 1 кесе қайнақ су керек болады. Яғни мысалға 3 стакан ұн аласыз, 1 стакан ыстық су құясыз. Болмаса 3 кесе ұн аласыз, 1 стакан су қосасыз. Міне осылай, бірақ қазір сразу елей салмаймыз. Ыстық. Бір 5 минут күтеміз де, кішкене салқындаған, сосын елейміз. Міне осындай әдемі, қолға жабыспайтын нан шығады. Мынау кішкене гідірленіп тұр, одан ештеңе етпейді. Тұнып тұрған соң біркелкі болады. Сосын кейін жаюға өте ыңғайлы тестамыз дайын болады. Осылай әдемілеп тез жайып шығамыз. Мен пельмениге тестаны қатты жұқа қылмаймын. Кішкене қалыңдау болса жақсы, сонданы пісіріп жатқанда еті нанын тесіп кетпейді. Мына жерде бір лайфхак көрсетемін қазір. Біз өзі доставкамен суши заказ береміз, пицца заказ береміз. Сонда бізге соус ретінде кетчуп сонда келеді ғой, соның ыдысын сақтап қоямыз. Ыдысын сақтап қойғаннан кейін естіп аламыз да, кішірек түрі қақпағын алып тастаймыз бұрап. Осы затпен енді біз пельменінің тестасын кесеміз. Өзі доп-домалақ болып шығады, әдемі болып. Еще оңай кесіледі, шеттері доп-домалақ болып, оңай кесілетін болады. Осылай тестамыз дайындап алғаннан кейін салмамызды салып, салмаға ет, жуа, қара бұрыш, тұз қостым. Пельменімізді түйе бастаймыз. Пельменидің негізі тестасын біреулер кесіп жасайды, турап жасайды. Мен етіп жасау білмеймін. Маған осылай түйіп, домалақтап кесіп, осылай түйіп жеген ұнайды. Жақсылап тұрып жабамыз жан-жағын. Міне менде осынша пельмени шықты. Осы пельменимізді суға тұз, мен маги қостым, бульоны пісіріп алдым. Сорпасыз келді. Қазір мен сорпасын құям, бетіне осколын себемін де, жанына сметана, майонезімді қосып жей бастаймын. Сіздерге ас болсын. Міне менің осы секреттерім.